Біз қазіргі өмір сүріп жатқан қоғамдағы балалардың мінез-құлық ерекшеліктерін білмей, оларды оқыту, тәрбиелеу және әлеуметтендірудің тиімді жолдарын көрсете алмаймыз. Шетел ғалымдары Хейл Хоуф пен Уильям Штраус қоғам өмірін зерттей келе ұрпақтар теориясын жасаған. Ол теорияда 1943-1963 жылдар аралығында өмір сүрген адамдарды BB немесе Baby Boomer ұрпағы, 1980-1996 жылдары Y немесе Millennial, 1991-2010 жылдары Zoomer, 2010 жылдан кейін туылғандар альфа ұрпағы деп атаған. Ұрпақтар теориясына сай, әр ұрпаққа өзіндік ерекше мінез-құлық, икемділік, дағды, құндылықтар тән. Альфа ұрпақ 2010 жылдан бері қарай дүниеге келген балалар. Олар толықтай цифрлық кеңістікте туған. Неге дәл осы уақытта ұрпақ ауысты десеңіз, бұл уақыт қазіргі балалардың ғаламдық цифрлануына әсер еткен iPad және Instagramның пайда болған уақыты. Жаңа ұрпақ ерте бастан табыс табуды бастайды. Тіпті жасөспірім шақта өз-өзін қамтамасыз етуге мүмкіндігі болады. Цифрлық сауаттылығы ең жоғары деңгейде болады. Альфа грек алфавитінің бірінші әрпі. Соған сай, альфа ұрпақ жаңа әлем құрып, экология мен ұлттық құндылықтарға дейін толықтай өзгертуі мүмкін. Альфа ұрпақтарының ерекшеліктері. Интернеттегі өмір. Альфа ұрпақ өмір мен интернетті түбегейлі біріктіреді. Ғалымдар оларды футуролог деп атайды. Қолына гаджет ұстап өмірге келгендер әлемді цифрлы технологиялар арқылы таниды. Олар жаялықта жатып-ақ кезінде біз білген ақпараттан 10 есе көп ақпарат қабылдайды. Олар үшін уақыт пен кеңістікте шекара жоқ. Интернет арқылы басқа елде тұратын туыстарымен дәл қазіргі уақытта сөйлесе алады. Google'дың іздеу батырмасы арқылы кез келген сұрағына дәл сол сәтте жауап таба алады. Ғаламдық қабылдау. Қазіргі адамдар көп қыдыратын, саяхаттайтын болған. Ал альфа ұрпақ үшін өзге елдің тілі, жері, салт-дәстүрі өте қызық. Сондықтан келешекте бұл ұрпақ жаңа әлем құру үшін кез келген елдің, тілдің адамдарымен тіл табысып кете алады. Қабылдау жылдамдығы. Ақпаратты өңдеп қорытуда бұл ұрпақ тіпті алдыңғы Zoomer, Z ұрпақтан асып түсетін болады. Альфа ұрпақтары бір тәулік ішінде өте үлкен көлемді ақпаратты қабылдай алатын қабілетке ие. Бұл балалар есейген шақта кез келген уақытта жаңа ережеге тез үйренеді. Себебі олар үздіксіз сабақ алуға дағдыланған. Альфалар жан-жақты білімді, ой өрісі кең ұрпақ. Олар бір орында тұрғанды қаламайды. Алдыңғы ұрпақ интернетті өз қажеттіліктері үшін ғана шектен шықпай пайдаланып үйренген. Ал альфа ұрпақ ары қарай дамығанды жақсы көреді. Бір орында тұрақтап қалмайды. Ашық және төзімді. Альфа ұрпақ мейірімді, ашық келеді. Сондай-ақ олар өте төзімді. Альфа ұрпақ өздерінен 10 жыл алдын туған ұрпаққа қарағанда әлде қайда сабырлы. Олар барлығының жайлылықта, тең дәрежеде өмір сүргенін қалайды. Альфа балалардың әлсіз тұстары технологияға тәуелділік. Заманауи технологиялар тек игі іс үшін ғана пайдаланылмайды. Оның зиянды тұстары да бар. Сондықтан тек қана технологияларға үйреніп, сүйеніп қалған балалар қиын кезеңдерде технология істен шыққанда не істерін білмей қиналып қалуы мүмкін. Тез өзгеру. Жоғарыда айтып өткендей, альфа балалар үшін мамандық ауыстыру түк мәселе болмайды. Алайда, олар дәл солай достарын да, мекен жайын да жиі әрі оңай ауыстыра салуы мүмкін. Эмоциялық кедейлік. Альфа ұрпақ кезінде адаммен бетпе-бет сөйлесу азаяды. Бар мәселе телефон арқылы шешіледі. Бұл қазірдің өзінде орын алып жатқан жағдай. Сондықтан олардың барлық эмоциясы телефон және сондағы түрлі смайликтер арқылы көрсетіледі. Яғни шынайы өз эмоциясын көрсете алмайды. Қажетті дағдылардың жойылуы. Альфа ұрпақ өкілдерінің қолмен жазуы өте нашар болады. Сондай-ақ ақпаратты жаттау қабілеті де жоғалады. Мұның барлығы технологиялық прогреске байланысты. Яғни қолмен жазбай-ақ ноутбук, телефонда жаза салуға болады, ал үлкен ақпараттарды жаттағанша технологияның жадына сақтай салуға болады.